Ешқашан биік шыңға шықтым деп асып тасудың керегі жоқ. Аяғың сәл тайып кетсе жерден табыласың. Мен жайлы жаман пікір айтатындардың орны артта. Ешқашан ешкімнен кек алма, жай ғана кешіре сал. Өмір аған өзі ақ жазасын береді. Қиындықтар өткен өміріңнің жазасы емес, жарқын болашағыңа берілген сынақ. Көп адамдардың бетінде көрінбейтін маска бар. Адамда кедейлік немесе байлық құртпайды, көрелмаушылық пен қызғаншақты құртады. Өзгені төмендеткеннен өзің биік боп қалмайсың. Жаның ауырып тұрса да күлімде. Сенің жағдайыңды өзіңнен басқа ешкім түсінбейді. Адамның сәттілікке жетуін оның қанша жетістікке жеткенімен емес, оның осы жолда қанша қиыншылықтан өткеніне қарап бағалау қажет. Адамдар не ойлайды деген сұрақ ең соңғы орында тұру керек. Бәріне бәрібір. Өмір сенікі ғой. Өзін өзгеден жоғары қойған адамдарды тағдырдың өзі төменге түсіреді. Бағың жанып, тасың өрге домаласа, арзан қол достар мен дұшпандарың көбейеді. Ешқашан ақталма. Достарың ақталуыңды талап етпейді. Дұшпандарың бәрібір сенбейді. Уақыттың қадірін өлім түсіндіреді. Өмірдің қадірін көрің түсіндіреді. Сезімнің қадірін сенім түсіндіреді. Сөзіңнің қадірін білім түсіндіреді. Бардың қадірін жоғың түсіндіреді. Бақтың қадірін сорың түсіндіреді. Жақындарыңызға айтқан ауыр сөздеріңіз олардың жүрегіне шегедей қағылатынын біліңіз. Ол шегені кешірім сұрап алып тастасаңыз да, орнында ойық қалады. Сондықтан шын жақсы көретін адамдарға көңіліне тиетін сөздер айтпаңыз. Өмірдің қиындығын көп көрген, көп нәрсеге қол жеткізеді. Өмірдің ащысын көп тартқан адам тәттінің қадірін біледі. Өмірде көз жасы көп төгілген адам шынайы күле алады. Өмір ең үлкен ұстаз. Егер Құдай басыңа қиыншылық берсе, сенің жеңе алатыныңа сенгені. Біреудің өсектемес бұрын, оның киген аяқ киімін киіп, оның жүрген жолымен жүр. Оның жолдағы шалынған әр тасына шалын. Оның бар ауыртпашылығын сезін. Содан кейін ол туралы өсек айт. Сен күн болсаң да тас секілді адамдар болады. Олар жүрегіңді жаралайды. Күйе жағып қаралайды. Олардың алдында ақталма, себебі күнге күйе жағылмайды. Мен әлемдегі ең керемет ананың перзентімін. Ана әрбір адамның жарық дүниедегі ең жақыны, жанашыры, қадірлісі, қамқоршысы, ақ сүтін беріп аялаған, жанын да аямаған ардақтысы. Егер сізді өсектесе, қамықпаңыз. Біліңіз, құрттар тек дәмді жемістерге жабысады. Неліктен жылаған кезде адам жеңілдеп қалады? Себебі көз жастармен бірге қайғы, өкпе мен реніш шығып кетеді. Реніш кетеді, ашу басылады. Бірақ көңілің ешқашан баяғыдай болмайды. Ең бастысы өзіңе сен. Маңыңдағы адамдардың көзқарасы күнде өзгереді. Ауыздан шыққан әрбір сөзге ие бол. Ол сөз біреудің кеудесін тесер оқ болса, енді біреуге жан жарасын емдейтін шипа болады. Адамның санасы қаншалықты төмен болса, ол мұрнын соншалықты аспанға сүйреді.